Міне қандай ғажап дүние бүгін өмірге келіп отыр. Бүгін қоғам демей қояйық. Қоғам сан салалы болып кетіп бара жатыр. Қазақ басына керек нәрсе ғой. Абай жоқты іздеген жоқ, жоғын іздеді. Жоғалғанын іздеді. Бар еді бұның барлығы. Жоғалды, содан кейін іздеді Абай. Біз міне осыны таба алмай келе жатырмыз әлі. Әр пенде. Мынау бүгін өсиет, бүгін мінәжат, бүгін шариғат. Міне осыдан біздің көрермен ес жиып, шіркін-ай десеңізші, бір саты рухани байыса, өнердің ұлылығы осында жатыр. Бүгін Нұргүл қарындасымнан бастап, осы киноны түсірген бүкіл азаматтарға, азаматша қарындас інілеріме, режиссерға мен басымды иіп рахметімді айтқым келеді. Қоғамда, ғасырларда өзін өзі сақтай ала ма? Міне сол сұрақты қойып тұр мына экран. Сондықтан қайырлы құтты болсын Нұргүл. Мынау бір кәделі дүние болды.